Қайырлы күн достар. Бүгінгі влог, бүгінгі шығып жатқан влог жалпы Бишкек қаласына сапардан болмақ. Өйткені қазір Нұрлан жақын досым екеуміз бұйырса Бишкек қаласына шығып бара жатырмыз. Бишкек қаласында қандай жарыс? Намат па не қалай? One Run какой-то сондай. One Run сондай бір нәрсе бар, короче. Жалпы Бишкекте жартылай марафон болады. Соның аясында Нұрлан 5 шақырым, мен 10 шақырым жүгіретін боламын. Нұрлан с дивана тренировкаға келіп жүрген жоқ. Бірақ соның өзінде Нұрланға таң қалатыным әрдайым жаттығуды тыңғылықты дұрыстап жасап жүрмесе де жарысқа шыққан кезде просто айырып тастай салады ғой. Мен болсам жаттығуды тыңғылықты жасап жүріп жарысқа шығып просто осырам ғой айтқан кезінде, груб айтқан кезінде. Сол себепті енді ертең көреміз, бақ шабама, бап шабама, өйткені мендегі ниет, мендегі талпыныс 10 шақырымда сапсорыққа майдалау. Бұл күнге дейін біраз жаттығулар жасалды. Енді қазір екеуміз жолға шықтық. Неге трассада кетіп бара жатырмыз. Күн ауа райы бұзылып келе жатыр қазір. Йо, ана жақтарды қарасашы. Не болып жатыр ана жақта? Бірдеңе жағып отыр ма? Ана жақта жол көрінбейтін сияқты бар ғой. Алда бір тұман күтіп тұрған секілді. Сол себепті ертең ауа райы қандай болатынын білмейміз, бірақ Алматы қаласының өзінде негізі погода жаңбыр жауады деп тұрған 70-80%-ға өлтіріп тұрып жауады деген. Ертең егер жел басылатын болса, кішкене салқын болып тұратын болса, ол бізге, яғни желаяқтарға өте қолайлы ауа райы болып саналады. Енді көреміз, Құдай қаласа. Сол себепті арнадан алыстамаңыздар. Қазір осы жерден кейін келесі видео мен дайындық видеоларым болады, жаңбырдың астында қалай эпично дайындалып жүгірген кездер. Ал енді бұл сапардың негізгі спонсоры деп айтсақ та болады. Көптеген желаяқтарға өзінің қол ұшын тигізіп жүрген, көмек ұшын тигізіп жүрген Мед 365 компаниясы болады, және де оның неге спорт менеджері Нұрлан бейжігіт. Мен жақын досым. бізде. Расымен де достар, өйткені самый лучший условия деп жатқаны қазір көп атлеттерді емес, аз болса да, бірақ сапалы қолдайын деген ниетпен қазір сендерде екі атлет ма қазір? Есен және де Нұрисбек екеуінің де жаңағы билеттерін алып беріп жатыр, дәрі-дәрмектерін, слоттарын, кейін орынға ілігіп жатса, одан бөлек тағы да бонустары бар. Бұдан артық не керек мысалы? Сол себепті осындай көмек көрсетіп жүрген ағаларымыз бар, Шыңғыс Құлахметов. Сол ағаларға үлкен алғысымызды айтамыз, рахметімізді айтамыз. Және де осы сапардың жалпы спонсоры сол кісілер болып табылады. Сол себепті парақшадан осы Мед 365 компаниясын тауып алып, тіркеліп, посттар болып жатса, астына комментарий анау-мынау жазып отырыңыздар. Сонымен влогты бастаймыз. Сонымен бұл влог менің сапсорыққа деген жолым. Енді бүгін қазір аман кетіп бара жатыр ана жақта, маза кетіп. Енді бұйырса бүгін работка болады. Ержанына план жазып берді, қазір көрсетемін. Жалпы планда жазылған, ол бүгінгі жұмыс мінекей 12 рет 400-ден жүгіреміз, темп 350-340, 200 метрден дем аламыз сосын. Бүгін өзің жасайсың деді, себебі жаңбыр жауып, біраз алай-дүлей болып кетті. Қазір енді 3,5 километр жүгіріп тастадым. бұл барлығын жасап алдым. Енді бисмилля деп жұмысқа кіріскелі жатырмыз. Ауа райы өте жақсы, жаңбыр тоқтады. Мына жақта мінекей Рахым демалып жатыр. Оқушыларын күтіп отыр. Мен қазір стадионда айналып жүгіретін боламын. Осы уақытта Рахымнан біраз сұрақтарыңды біліп, кішкене мини интервью алып берсең болады. Қазір жаңбыр жауып кетті. Мына жақта аман поезд етіп алдыма түсем деп жатыр. Бұл не деген қолдау деймін де. Дүкенді қолдағанда кімді қолдаймыз? Пашиктің япырмай, Тау, сап 40-қа нешінші әрекет? Тоқтасың бола ма?
айтсana. бір бәлесі ше болды. Қолдан келе мана. Нұрсұлтан күшті погода таңдапты жүгіруге. Сонымен қандай су болған көрсетейін бе? Сонымен тренировкой доволен? Доволен, конечно. Тем более мынандай жаңбырдың астында жүгіргеннен кейін андай мотивация екі есе өседі. Сол себепті өте қатты доволен. Ұнады. Енді бір апта жаңағы жүгіру тілмен айтқанда разгруз. Сөйтіп суббота күні жорыққа шығамыз. Сөйтіп жексенбі күні бұйырса топ жарып сап-сорықты үзеңгілейтін боламыз, алла бұйырса. Сол. Сонымен кедендік бақылауға келдік. Айдап келген көлігімізді тұраққа қойдық. Сөйтіп қазір кедендік бақылаудан өткелі жатырмыз, яғни Қордайдан Бишкек жаққа қарай. Сөйтіп сонымен Бишкек қаласына жетіп, қазір номерлерді алып, одан кейін өзіміздің номерге, яғни гостиницаға, отель деймін, отельге сосын жайғасатын боламыз. Сол. Регистрация бітіп қалған дейді ғой. Только 21 километр ғана бар дейді. Ал біз болсақ 5-ке сосын бар 10 шақырымға дайындалған едік. Қазір көреміз енді регистрация жасауға бола ма, болмай ма. Көт ауырдық. Сонымен біз өзімізге номер алдық. Мінекей ұйымдастырушыларға көп рахмет. Әйтеуір алдымыздан шығып. Қазір Нұрлан барлығын көрсетіп жатыр. Сіздің каналды желайық. Сол, короче, үйтіп жатып, номерокты алдық. Бізде жаңа деген паника болып кеткен ғой. Нұрлан міне. Сол қазір спортмастердің ішінде жаңа раздача болған. Қазір енді алуын алып болдық. Енді қазір өзіміздің гостиницаға барып, жайғасып, тамақ ішіп, бам деп ұйықтау керек. Сосын әйтпесе жаман шаршап тұрмын. Черный кассет. Қазір өзіміздің стартқа жақын жерден номер алып, гостиница сол жаққа барып жайғасатын боламыз. Нұрлан екеуміз. Сосын паста пати, по-қырғызски, да? Сосын барып спать, ұйықтаймыз, цик-цик спать. И азанда как штык сап 20, сап 40 қой, бұйырса. Ап, бәрекелді. Біздің Алматының автобустары жүр. Garden Hotel. Сонымен қазір біз гостиницаға заселяемся. 4 жұлдызды отель Garden Hotel. Яғни бұл жылы старттың орнын ауыстырып тастапты. Сол себепті сол старттың бойынан гостиница тауып алдық. 4 жұлдызды қазір төлеп жатыр. Сөйтіп тура осы бойында, көшенің бойында ертең старт берілетін болады. Сол жақтан жүгіріп шығамыз, алла бұйырса.
және де Номерді алдық. Аха. Енді ательге. жүр кеттік. Ательге кірейік, көрейік. Что из себя представляет. Бәрі атлеттерге алынған. Бәрекелді. Бәрекелді. Көрейік номерде не бар, не жоқ. Бәрекелді. Мына біздің сан узел. Осындай. Как раз маған арналған шаш кептіргенге. Және де міне душевой. Жалпы өте таза. Сол енді осы күнге дейін біраз еңбек еттік, біраз дайындалдық. Біраз работалар жасалды. Енді соңғы апта кішкене андай бір қалай айтсам болады, ыңғайсыздықтар туып қалды. Өйткені жұмыс көп болып кеткендіктен бұл апта жаттығусыз қалдым, жүгіру болмады. Бірақ осыған дейін неше түрлі работаларды жасадық қой енді. Жасалынған жұмыстар ақталынады деген үміттеміз. Бірақ кеше киноға барып, мұздай бір су ішкем, содан кішкене тамақ ұстап тұр. Бірақ ол кедергі болмайды деген үміттеміз. Бұйырса ертең жоспар, мен 10 шақырым жүгірем, Нұрлан 5 шақырым жүгіреді. Нұрлан өзінің шақырымын жүгіріп біткеннен кейін қайттан күтіп алып, где-то бір 2 шақырымдай ма тағы да тартам деп отыр. Енді осындай қолдаулар бар кезде қалай сап-сорық жасамайсың, айтыңдаршы. Тем более Алматыда соншама достарым тоже дұға етіп отыр, уайымдап отыр. Сол себепті мен де сол уайымдап отқан достарымды, таныстарымды беттерін жерге қаратпай, жақсылап ертең еңбек етіп, жақсылап жүгіріп, Алматыға абыроймен қайтамыз деген үміттеміз. Осының барын бізге жаңағы спонсорлық етіп көмектесіп жатқан осы Нұрлан, компания Мед 365 және де құрылтайшысы Шыңғыс Құлахметов ағамызға үлкен рахмет айтамыз. Нұрлан, саған рахмет. Аха. Тағы да айтар бар ма? Все, от души, брат, давай. Так, көрсетейікші. Неден қалай болып қалған ше. Брусьялардан, короче, бицуха ақырнақ осылай шығып жатқан жайы бар. Бір нәрсе бар ма, жоқ па, көріне ма, көрінбей ма? Сол, короче. Ертең осы маңда 500 метрлік жерде старт қалашығы соғылатын болады. Сол жақта старт және де финиш болады. Мына жаққа қарай 5 шақырым, мына жаққа қарай, жоқ, мына жаққа қарай 2,5 шақырым, обратно 2,5 шақырым. Ну, короче, былай айтқан кезінде 10 шақырымға созылған жол болады. Осы жақта ертең жүгіретін боламыз. Бір айналым 10 шақырым, 2 айналым 21 шақырым, яғни 10 шақырымдық стартовый набор. Бұны алуда оңай болмады, негізі сөздің ашығышы. Бұл жақта футболдар білет. One Run 2025 деген. Қазір ашып көрсетейін. Қандай футболка екен. Ертең азында салқын болса, мен мына іштен киіп аламын. Осындай. Бұдан бөлек ішінде тура сенікін дейді, номерок, мата. Одан бөлек жаңағы ақпарат жазылған қағаз және де мынандай не деуші сөмке өткізетін. Ал бізде Алматы марафонда өздеріңіз білесіздер, қазір мынандай қағаздың барлығын отмена жасап тастаған. Экологичность дегенге мән беріп жатырмыз біз Алматы марафон. Сол себепті бұндайлардың барлығын электронды түрде Алматы марафон сайтына кіріп, барлығын сол жақтан скачать етіп алуға болады, болмаса приложение арқылы. Ал мына жақта әлі де қағазбен жүрген екен, даму үстінде жалпы. Ал сөмкелері мынандай пакет секілді міне қырылып тұр. Еген пакетті просто былай алғанды One Run деп жатыр. Осы жалпы қазір барып жақсылап тұр. Паста пати жасап, углеводный загрузка дейді ғой, жақсылап тұр. Топливаны толтырып аламыз, ертеңге күшті жинаймыз, сөйтіп топы тағалап ұйықтаймыз, жақсылап дем алып, таң азанмен тұрып, кішкене сәл-пәл әлденіп алып, стартқа шығамызды. Бам! Бам! Короче, сап-40, сап-20-та қатарынан кетеді ғой, короче. Сол, настрой мощный, короче. Қазір жақсылап тұрып, тамақтанамыз. Паста заказ береміз қазір. Жақсылап тұрып, тамақтанамыз. Астық шай обязательно, өйткені бас ауырып жатыр. Біз қазақтар деген бас ауырған деп чисто шаймен қайтарамыз ғой. Сөйтіп, цик-цик, спать қой. Қайырлы түн.
Келесі фрагменттер, наверное, уже ертеңгі жарыстан кейін, болмаса жарыс кезінде соңғы фиништар, соңғы метрдегі жүгірісті Нұрлан түсіретін болады, возможно, да? Иә, обязательно. Вот. Давай, Нурс, давай. Давай. Замужний забув, просто у вас это мало. Получилось? 30 секунд жетпей қалды. Ештеңе етпейді. Ештеңе етпейді. Бля. Подъем просто. Нереально, да? Айырып тастады. Біздің Аль-Фараби ничего, да, здесь? Не 100 градус, да? Подъемда 4.30-ға түспейді ме? Бля, максимально старался кішкене нормально ұстап отыруға. В конце нашего мероприятия мы добавили для Көңіл күй түсірмеймін. Бұл да еңбек қой, ебать надо. первую тройку мест. Жасалынған еңбекті просто И будет мақтан ету керек. официальное вручение Аяқ асығымау керек те еңбекті. Так что қандай результат болса да мен ризамын. Және Нұрлан досыма ризамын. Осылай жолға сапарлас болған. Мы будем здесь с вами топить это будет. знакомиться, общаться и вообще классно проводить время. Мощный. Это турнир всем. Начался Сол, короче. Полумарафончылар үшін. Вот это вот получилось. История дейді ғой, хорошая история. Поучительная. Но ол бұйырғаны осы. Және де бүгінгі жарысқа демеушілік еткен Нет 365 компаниясына от души рахмет айтамын. Және де құрылтайшысы Шыңғыс Махметов ағамызға алғыс айтамыз, рахмет. Сол. Енді кейінгі жерлерін кейін аспай айтып жатармыз. Қазір после финишін там анау-мынау көріп. Сол. Финиш болды. Енді қазір заттардың бәрін жинап, үйге қарай қайтуға дайындалып жатырмыз. Қазір так, сәл бит жоғары көтеріп қойық. Бәрекелді. Алматыға келгеннен кейін сол түйгендермен жұмыс істеп, енді мен үшін сезон енді ашылды ғой. Осы жылдың алғашқы жүгіргенім ол. Понятно. Да. Сол себепті 40 минут 30 секунд это означает, что сапсорик это где-то рядом, где-то на вот-воте. Кішкене жұмыс істеу керек болады, қателіктердің бәрін түзеу керек болады. Содан кейін Құдай қаласа, Алла бұйырса, иншалла деп айтайық, сапсорик болып қалады. Себебі бүгін 5-ші километрдан кейін үлкен бір горка басталды. Сол горка кішкене адамды нереально шатайтып жүрді, шаршатып жүрді. Сол себепті деп айтайық, сол жерде уақыт жоғалттым шыны керек, өйткені темп деген 4.30-ға түсіп кетті. 4.30-ға түскеннен кейін ол өте баяу болып саналады. Обратно қайтатын кезде жаңағы қайтадан спуск болады ғой, бірақ ол спускта мен деген қанша темпті қоссам да қуалап жете алмадым, өкінішке орай. Енді бұйырғаны осы, ешқандай өкініп керек еді, сөйту керек еді деген әңгіме жоқ. Өйткені өзінің жасаған бүгінгі еңбегімді ол бағалау керек. Сол себепті все нормально. Ешқандай өкпе жоқ, реніш жоқ. Сезон енді басталып жатыр. Мінекей бүгінгі біздің алған медаль.
Что расскажешь? Ештеңе айтпаймын мен. По кайфу жүргенім ғой чисто. Чисто по кайфу. Онда ештеңе айтпаймын. Ешқандай не жоқ дейсің ғой? Ешқандай не жоқ. Не бар мысалы? Ешқандай не жоқ, қандай не мысалы? Өздерінде көріңдер ғой мысалы, ешқандай не жоқ. Сол, қазір жолға шығамыз. Бишкектің кішкене бір сыртындамыз, ол тау жағына қарай жақын. Қазір орталыққа қарай жетіп, орталыққа жеткеннен кейін сол жақтан кедендік бақылау жаққа қарай такси ұстап жолға шығатын боламыз. Сол, рахмет бәріне. Нұреке, қайда келдік? Тарғап деген жер. Аха. Популярный көже ғой бұл жерде. Самый топовый. Самый топовый. Саламатсыздар ма? Қай жерде бұл? Пирожкиден басқасы салады. Тараз, Алматы Тараз жолында ғой. Тарғапта. Тарғапта. Гуляши, сосиски. Сонымен достар, влог ұнады деген ойдамыз. Бұйырса бұндай влогтар әрде көп болады, құдай қаласа. Астана алдымыз Астанаға барамыз әлі. Сол себепті каналдан алыстамай, жаңа комментировать етіп, бәрін лайк басып, қолдап отырыңыздар. Қолдау көп болса, шабыт көп болады, шабыт көп болатын болса, блогтың саны да көп болады. Сол себепті барлығына рахмет. Болысып жүргендерге барлығына рахмет. Сонымен блог бітті, мәресіне жетті.